Өмір сүр. Өзіне ұнайтындай өмір сүр. Қайталанбайтын, еш нәрсеге ұқсамайтын ерекше өмір сүр. Өмірдің барлық артықшылықтарын, кемшіліктерін қабылда. Бұл сенің өмірің. Ол жерде сен барсың. Осы уақытқа дейін сенің қасындағылар, сенің айналаңдағылар, оқиғалар, семен болған жағдайлар, сенің кешкен эмоцияң, іс-әрекетің, алған білімін, сені толықтыратын нәрсе, ол сенің өмірің, ол сенсің. Бұны бәрі сен, бұл жердегі басты рөл сенде. Сондықтан басқаларға қарап өмір сүрме, өзіңнің өміріңді сүр. Ішіне үңіл, сыртқы жаққа жалтақтама, өзімен жұмыс жаса, ойыңды ретке келтір. Ойланшы, өзінен кейінгі ұрпағына не қалдырасың, қандай жақсы іспен есте қаласың. Сондықтан өзіңді дамыт. Сен үшін маңызды нәрсе, міне осы ең бірінші керегі. Саған қалай басқалар қарағанын қаласан, басқаларға да солай қара. Сонда сенің өмірінде әділетсіздік жойылады. Оның орнына себеп пен салдардың түсінігі келеді. Ешкімнің саған қалай өмір сүру керектігін айтуға құқығы жоқ. Сенің өмірінің сапасын бағалауға да олардың ешқандай құқығы жоқ. Ешкімнің. Тек бұл құқық сенде. Сен осыған иесің. Ал бұны сен дұрыс пайдалан. Уақытыңды бағала. Уақыт біз үшін ең үлкен ресурс. Барлығына берілген. Уақыт шектеулі. Уақыт шектеумен берілген, өкінішті. Сол уақытты өзінен ұрлама. Босқа өткізбе. Басқалардың да уақытын бағала. Қателесуге мүмкіндік бер. Сонда ғана тура жолға түсесің. Қателесу қорқынышты емес. Қателесіп содан сабақ алмаған қорқынышты. Қателессең, басқаларға түсінікпен қарайсың. Мұңаюға қорықпа. Бұл өмір сезімдерінен тұрады. Ал мұңаю бұл жай ғана сезімнің бірі. Бұл өзімізді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ең бастысы, ол сезімнің жетегінде кетпеу керек. Барлығы өз өлшемімен болу керек. Қорқудан қорықпа. Бұл да қалыпты жағдай. Қорқу бізді белгісіздіктен қорғайды. Қорқынышта өмір сүрмеу үшін саған білім алып, ересек адамша өмір сүру керек. Осознанно өмір сүр. Оқы. Жаңа нәрсені үйрен. Мен бәрін білемін дегеннен аулақ. Сен үйрену арқылы саған жаңа нәрсе ашылады. Жаңа нәрсені үйренген сайын қорқу сезімі азаяды. Алғыс айт және жақсы көр. Алғыс айту арқылы өміріңді жақсымен толтырасың. Ал жақсы көру арқылы өзіңнің ішкі әлеміңді біреумен бөлісесің. Сол арқылы өміріңді толықтырасың. Сенің айналаңдағылар бұл сенсің. Кішкентай нәрсеге де қуан, себебі үлкен нәрсе кішкентайдан басталады. Сен кішкентай ғана нәрсеге қуана алмасаң, үлкен нәрсеге қалай қуанасың? Сен, өзіне сен, Аллаға сен, өзіңнің бұл әлемде маңызды екеніне сен, сенім арқылы жаса, маңызды нәрселерді жаса, маңызды нәрсеге айнал, өз өмірімен толық өмір сүр, өміріңді жақсылыққа толтыр, өзіңді тек кешегі өзімен салыстыр. Сонда артына қарағанда бүгінгі өзіңнің өзгергеніңді, өскеніңді, көп нәрсені түсінгеніңді, үйренгеніңді байқайсың. Өмір сүріп жатқаныңды байқайсың. Сен өмір сүріп жатырсың.
себебі